Салтанат ханым звондады. Сіз кетіп қалдыңыз ба деп. Жоқ, кетпей жоқпын. Отырмын деді. Қайтадан соғып кетіңіз деді. Соны соқтым. Соққаннан кейін бұл кісі мен сізге тегін берейін деп. Рахмет сізге. 4 граммнан ішу керек деді. Сол 2 граммнан бастады. Сөйтіп үйге келдім, кешкісін жатарда 2 грамм ішуге қорықтым. 4 грамм іштім. Тағы да ешкім оянып кетіп түнде тағы скорый шақырып жүргенде қорықтым да 4 грамм іштім, 1 граммның жартысы. Соны жатарда іштім. Сосын таңғы 5-те ішті. Алдына су ішіп ал деді, бірнеше су ішіп алуым керек. Сосын артынан ішесің деді. Сосын жақсы ұйықтадым. Бронхым сыр-сыр ететін. Бронхтан астыма, сосын ингалятор қолдана. Сөйтіп жақсы ұйықтадым. Сосын таңғы 5-те іштім. Ұйықтап қалдым. Сөйтсем, бірбесе сырым басым. Жақсы салғаннан жата алмайтын едім. Шалғаннан жаттым. Сода да Салтанат ханымға звондап айттым, ой, ертең таңертең 1 грамм іштім. 1 грамм іштім. Сол 1 граммның өзі, мен мына жерімде бронхымды ашып кәдімгідей. Сосын 2 күннен кейін қалаға шығуым керек болды. Шаршап келедім, аяғым ісіп кетеді. 2 күннен кейін 2 граммнан іштім. Таңертең кешке суды көп ішем. Шаршап қалатын. Аяғым ісіп кетеді. Жүрек деп бар, сердечный недостаточность деп. Өкпеден 8 қабырға операция алғызбаған. 8 қабырға алғаным. Бір өкпе болғасын, легочный сердечный недостаточность. Ішкеннен кейін ешкім басылды. Шаршағанын білінбей, үйге келгенде жатып қалатын жасап. Оның басылды. Салтанат ханымға келіп жұмыс істейін дейді, қоқырды. Тағы да біреуін беріңізші дедім. Сосын тағы біреуін алдым. Ол кісі тегін берген негізі. Біреуін ішіп көрші, нәтижесін көресің, өзің сенбейсің. Соның енді рахмет. Қазір Байқадыңыз ба? 0,5-тің өзі жұмыс істейді, 0,5-тің өзі жұмыс істейді. Ішке салмақ қостым. Бұдан 2 килограмм салмақ қостым. 38 килограмм толы.